Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 19-шы сабақ. Біздің достарымыз. Достық көңіл. Айнұр мен Раушан 2-ші сыныпта оқиды. Екеуі бір партада отырады. Айнұрдың жасыл түсті 2 қарындашы бар еді. Бір күні Раушан құрбысына: «Айнұр, маған жасыл түсті қарындашыңды бере тұршы» деп сұрайды. «Анамнан сұрап көрейін. Анашым, жасыл қарындашымды Раушанға бере тұрсам бола ма?» «Әрине, бере ғой». Келесі күні Раушан сұрайды: «Анаңнан сұрадың ба, Айнұр?» «Иә, енді ағамнан сұрауым керек» деп қабағын түйеді. Сурет сабағы бейсенбі күні еді. «Ағаң рұқсат берді ме?» «Иә, бірақ сен қарындашымды сындырып қоясың ба деп қорқамын». «Мен жаймен ақырын бояймын ғой». «Қатты басыпсыз ба? Аузыңа салма. Ұштамай-ақ қой. Жасыл қарындашпен тек шөп пен жапырақты ғана бояймын». «Шөп дегенің көп» деп Айнұр қабағын шытады. Раушан досына не дерін білмей бұрылып кете береді. «Мә, алсаңшы, беріп тұрмын ғой» дейді Айнұр әрең. Сурет сабағы басталып кетті. Мұғалім апай балалардың суретін бір қарап шықты. «Раушан, сенің салған суретің әдемі екен, бірақ ағаш жапырақтарын неге көкпен боядың?» дейді. «Жасыл қарындашым жоқ болды» деп мұңаяды Раушан. «Жаныңда отырған Айнұрдың қарындашын ала тұрмадың ба?» дейді. Ал Раушан болса үндемей төмен қарады. Оқушылар, сіздер Айнұрдың орнында болғанда не істер едіңіздер? Бере тұрар ма едіңіздер? Әлде жоқ па? Комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.